Жаз келгенде көп адамдар терлеп, жағымсыз иіспен күресуіне тура келеді. Бұдан қалай құтылуға болады деген сұраққа жауап бермес бұрын, ең алдымен тер қайдан бөлінеді деген сұраққа тоқталайық. Күніне адам ағзасында 4 миллион тер бездері жұмыс жасап, 600 мл тер бөледі. Ыстық күндері бұл көрсеткіш 1,5 литрге дейін жетеді. Алақан, қолтық асты, шат және табан маңында ең көп бездер орналасқан. Барлық адамда осылай тер бөлінгенмен, бәрінде бірдей иістену мазалай бермейді. Неге десеңіз, тердің безінің өзінде иіс болмайды. Жалпы оның құрамында 95-98% су, 2-5% қосымша компоненттерден құралған. Жағымсыз иіс шығуына себеп болатын ең алдымен адам организмінен тер бөлініп, қолтық астында орналасқан микроорганизмдердің арасында реакция жүреді. Егер де осы микроорганизмдер арасында дисбаланс болатын болса, яғни микрофлора бұзылысқа ұшыраған болса, тер мен микрофлора қосылған кезде жағымсыз иіс пайда болады. Алайда бұл иістенудің бір ғана себебі болып саналады. Гормональды дисбаланс, яғни адам организмде гормондар айналымы бұзылысқа ұшыраса, екіншіден жеген тағамға байланысты, яғни капуста, жұмыртқа, чеснок құрамында күкірті бар өнімдерді көп жесе, қолтық маңынан жағымсыз иіс шығады. Одан кейін үшіншіден ол алкоголь ішкендерде, темекі тартудан, сонымен қатар қорқыныш кезінде бөлінетін тер құрамы басқа болатындықтан да одан да иіс шығуы мүмкін. Сондықтан да осындай жағымсыз иістерден қорғану мақсатында Forever компаниясы ұсынатын Aloe Evergel деген дезодорантты қолдансаңыз болады. Бұл дезодоранттың ерекшелігі терінің пораларын бітемейді, сонымен қатар құрамында ауыр металл, алюминий тұздары жоқ. Құрамында 44% алоэ бар, сол арқылы қолтық астында орналасқан микрофлораның pH балансын нормада ұстап тұруға көмектеседі. Құрамында адам ағзасына қауіпті қосымша ингредиенттер жоқ, сонымен қатар көлемі 92,1 грамм болғандықтан 10-12 айға дейін қолдануға болады. Бұл дезодорант организмдегі терлеу процесіне кедергі келтірмейді, себебі терлеу арқылы біздің ағзамызда терморегуляция жүреді, температураны реттеп отырады. Сондықтан да пораларды бітеп терлеуді тоқтатып тастау негізі дұрыс емес. Ал егерде терлеуді тоқтатып тастайтын құрамында алюминий тұздары бар дезодоранттарды, антиперспиранттарды қолданатын болса, олар пораларды бітеп 24 сағаттан кейін құрамындағы ауыр металдар организмге лимфа жүйесі арқылы және қан жүйесі арқылы таралып, белгілі бір ошақтарда ауыр металл түрінде жинақталып қалады. Кейін олар түрлі ісік ауруларының, сонымен қатар орталық жүйке жүйесінің, Альцгеймер секілді ауыр ауруларының туындауына алып келеді. Сонымен қатар алюминий тұздары организмдегі кальций балансын бұзады, запор пайда қылады, сонымен қатар психикалық бұзылыстарға алып келеді. Сондықтан да организм үшін зияны жоқ, осындай дезодорантты қолдануға кеңес берем. Сонымен қатар кейбір адамдар мұндай антиперспирант дезодоранттар қолданғанмен де оларда иістену болуы мүмкін. Неге десеңіздер, бірінші себебі ол жүктіліктен қорғайтын контрацептивті дәрілерді қолдану, екіншіден зәр шығару жүйесінің аурулары болатын болса, үшіншіден егер антибиотик қабылдап жүрсе, төртіншіден ол жүкті болатын болса, немесе жүктіліктен кейін босану кезеңінде болса, гормональды фонда оларда терлеу, сонымен қатар иістену процесі жүруі мүмкін. Ондай жағдайда ағзаға мягкая очистка керек, сол үшін Forever компаниясындағы Vital 5 программасы арқылы организмге очищение жасауға болады. Vital деген ағылшын тілінен аударғанда жизненно важный, яғни өмір үшін өте маңызды деген мағынаны білдіреді. Бұл программаның құрамында организмде болып жатқан витаминдердің, макро-микроэлементтердің жетіспеушілігінен болатын дисбаланстарды қайта қалпына келтіретін, сонымен қатар асқазан ішек жолдарын тазалай отырып, жеген тамақтардың витаминдердің сіңірілуін реттейтін көмегі бар. Егер терден жағымсыз иіс шығатын болса, ол тер негізінен қаннан өндірілетін нәрсе. Сондықтан да қан құрамындағы клеткалық деңгейде тазалық жүргізу процесін қолға алу керек. Жалпы бұл программа жөнінде кейінірек толық ақпарат беретін болам. Бүгінге осы. Егер де тағы сұрақтарыңыз болатын болса, комментарий қалдыруларыңызға болады.